Барыңыздарға салам достор, мен бармын. Негізі маған көп киши жазып кетті. Сен де походу депрессияға не кылып жүрөсүң, не жоксуң дегендерге. Жок, эч кандай депрессия эмес. Сөздің ачыгы толук айтып эле коеюн. Эскичилик, кыргызчылык дегендерге такыр ишенбейт болчумун. Чото ишенип баштаган сыяктымын. Анан буюрса азыр баары жакшы болуп келип атабыз. Анан сбор боюнча негизи мага көбү жазып кетти. Блогерлер көтсүңөр деп. Неге десем, ушундай акта силердин пайдаңа тийбейт дейт. Достор, негизи пайдабызды эле тийгиздик, көрсөтүп деле, көргөзбөй деле колубуздан келишинче. Ушинтип ооруп калганыбыз бар. Антип билип билбей эле жазганга туура эмес. Жакшы болуп кетсин, эч ким оорубасын. Ассаламу алейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн или кеш. Бүгінгі күндеріңізге, кештеріңізге сәттілік, удачи, ауыздарыңызды жақсы ашып алыңыздар. Ал мен жұмыстармен, шаруалармен жүрмін. Көптеген адамдар уайымдап, мені іздеп кеткен екен, депрессия болып кеттім деп. Жоқ, ешқандай депрессия емес. Барлығы жақсы, барлығы өте керемет. Осындай погодада қандай жаман болсын настроение деген. Дәл қазір мынау неден мешіттен шықтым. Сонымен ары қарай жұмысқа кірсем, осы уақытқа дейін де бір жұмыстармен жүрдім, қолымда блокнотым. Дәл қазір дальше позже өзімнің жұмыстарыма кірсем.